супер тамада Сабыржан ұлдарыңызды қошеметпен орта қалдырай. Таздар бар ма? Шапалақ ұрыңыздар. Өз ұлдарыңыз бар ма? Шапалақ! Қошемет! Супер тамада Сабыржан! Рахмет. Рахмет. Шапалақ өтірік соқпай, нормально соғыңыздар. Рахмет. Рахмет. Бүгін бөтен тойға келген жоқпын, таздың тойына келдім. 12 ата байылдың ішіндегі мына кісі таздар, мен сол таздардың ішіндегі шарғасымын. Бүкіл Қазақстан білет деп айтпай қойын, бірақ тошын таздарлар білет мені. Мен шашым түк тұрғанмен, руым таз негізі. Мына тойға келдік ағайын. Серіктің 40 жасы құтты болсын дегендер екі қолды көтереміз аспанға. Бәрі көтерсін. Кім қолын көтермейді, қолтығы жыртық. Айырылып кеткен. Қараймыз бәріміз, бер қараймыз. Мен Серікке тілек айтам, қолды бір сілтейім, бір шапалақ. Серік 40 емес, 100 жасасын. Жоқ, один раз толкет. Тах. Понятно? Серік пен Айна бақытты болсын. Ауырмасын. Ол қызының рахатын көрсін. Айна 110 жасасын. Серік 96. Нормально ма? Нормально, брат. Ал? Таздар ұзақ жасайды деген. Ұзақ жасайды. Менің атам 86-та қайтқан. Ұзақ жасайды деп қой. Құдайдың берген өмірін жасайсың да енді. Қадірлі ағайын, мен Теміртау қаласынан Қарағанды облысы, асты қара көмір, қара темір, қайдан шыққанын түрінен ақ көрініп тұрған шығар, я? Мен Серік ағамның тойына 1000 шақырымды артқа тастап келіп едім, ықыластарыңызға рахмет ағайын. Сұрақ, Серіктің 40 жас тойындағы ең көңілді қонақтар қай столда? Рахмет. Еще раз. Серіктің 40 жас тойындағы ең әдемі, ең көңілді, позитивный қонақтар қай столда? Та, бұлай істейікші. Серікке кім қошемет соғады? Нормально. Ана столдағылар қайтшы, кішкене отырып алыңдаршы жігіттер. Жаңа жылды корпоратив емес қой, 40 жас. Бәріміз назарды бер қара аударайық. Тағы да сұрайын. Серік үшін кім қошемет соғады? О, бәсе міне. Бәсе бар екесіңдер ғой. Айна үшін кім қошемет соғады? Рахмет. Екеуің жүріңді шықпай. Адам нервісіне дейін. Немене бәлет, біреу Айнаға, біреу Серікке ұрып атыр. Мұн жақтан бірден шығамыз, кім Айнаға ұрады, кім Серікке ұратын көрейік. Бірінші ортаға шығатын Айна. 2 ұл, 2 қыздың анасы. Супер мама, супер енешка. Құрмет қошеметпен, мисс Алматы, мисс Казахстан 1971 года десең. Құрмет қошеметтеріңізбен, Айна шапалақ қайда! Рахмет. Саған стоматология емес, саған психология ашу керек еді негіз. Мұн жақта тұра тұр, Айна, асықпа. Ағайындар, қазір Серік шығады ғой. Қазір Серік шығады ғой. Бәріміз орнымыздан тұрып, шапалақ соғайық. Қаттың алдында өзінше оқасын. Сіздердің құрмет қошеметтеріңізбен Серік өте білімді, профессор наук, человек-паук десең. Сіздердің қошеметтеріңізбен, құрметтеріңізбен, атағы әлемге әйгілі, өте құрметті азамат, Серік братан! Тек бір сөйлеп шулғынатын еркекпін мен.
ғасырда бір туатын еркекпін мен. Рахмет. Нан шығар нан дауысын. Секе, әйелің шыққанда бәрі отырып қол соқты. Сен шықтың ғой, бәрі орнынан тұрды. Білесің бе неге? Сыйлағандықтан. Мен папырас еттім. Сыйлағандықтан деп қояды. Мен қасыма келіңдер. Ағайын, назарды бері қара аударайықшы. Күнде ішіп жүрген вино, күнде ішіп жүрген арақ алдарында қойған. Без газы бәрі. Бері қарайықшы, тастақшы әңмен бәрі. Арақ, шарапты доғара тұрайықшы 1 минутқа. Секе, тойын құтты болсын. Енді мен, Даке Қажы деген жігіт бар мында, соның тойында осы Серік ағаммен танысқам. Алматтан келіп, мені өнерімді бағалап, 10,5 теңге берген маған. Сөйтсем, атаңен бағай тұра деген ғой, енді біліп атырым ғой. 5-6 стоматологиясы бар дейді құрсын. Жаным, байлар жақсы көреміз. Рахмет. Неше балаң бар? 4-еу. Ал? 4-еу. Неше? 4-еу. 4-еу, молодец. Не, бала асырамайсың ма бұлай? Бүгінгі қуаныш сіздер үшін. Тойың жақсы өткенін қалайсың ба? Қалаймын. Тойың жақсы өткенін қалайсың ба? Әрине. Ішпе онда. Рахмет. Қазір сен 40 жаста жоғалтып алып, Серіктің 50 жасында бірақ тауып алып жүрмейтін әжеде. Мына Секеңнің әкесі отыр, бір орныңыздан тұрып қойасыз ба? Секеңнің әкесі. Ағау. Міне. Ұруым кім деп сұрамайсың, түріне қарап тассың ба дей бересің ғой бітті міне. Көке. Бүгін таздарлардың тойына келіп, жаным, әкеш маңдай. Кислый. Таздарлардың тойына келдім бүгін. Ағау, біз Қарағанды облысында мен жалғыз тазбын. Теміртаудан 2 адам шыққан қазаққа танымал. Бірінші Нұрсұлтан Назарбаев, екінші мен. Менің ұруым сұраңызшы. Ұрыңыз не? Ау? Ұрыңыз не? Таз. Табан, плес. Бәрі, таз болса болды. Шаш жоқтың бәрі туысқан маған. Рахмет. Міне отыр бір туысқан. Тұршы орнынан. Міне туысқан. Әкеш, маңдайды. Клубничный ма сондай дәмі. Братан, тұрш. Әкеш. Нет, братан, арбузный. Атың кім, брат? Жәнібек. Ау? Бажасымын. Бәрі. Бажасымын дейді. Баяғыда біреу айтқан екен, қатынмен ажырасайын десем, бажамды қимаймын дейді. Жәке, қош келіп жатсың бүгінгі тойға. Рахмет. Алла қаласа енді бүгінгі тойымызды ерекше өткізейік. Мен мұна тойға Серіктен ақша сұрап келген жоқпын ағайын. Біле білсеңдер, мен Қазақстанда ең қымбат тамадам. Өзіме көп алып отқан жоқпын. Ең қымбат тамадам. Бірақ Серіктің тойына тегін келіп отырмын. Сіпсінді істетіп алайын, анау мынау қылып алайын деп. Рахмет. Оның өзі бір ақша ғой құрсын. Мысалы, бір тіс жылу қанша тұрады, примерно? 10.000 теңге. 10.000 теңге. Мен де нормально, ақша үшін келген жоқпын, просто керек маған олаш. Серік достарың ішіне, бағана театр құрып атқан достарың қайда? Кім еді аты? Арман, шақыршы ортаға. Шапалақ соғайықшы. Арман! Билеп шығады, Арман, билеп шығады. Билеп! Рахмет. Арманмен неше жыл болды араласқаныңа? Қай уақыттан бастап? 20 жылдың төңірегінде. Бір нан бөліп жегесіңдер. Бір нанды. Нанның бәрі мынау жеген ғой саған. Саған дым бермеген ғой. Рахмет. Базар жоқ еді. Қайда кеттің, кім? Арман? Отырма, тұрмын жақта. Ренжіп қалдым дейсің. Саған да біз жаңа 45 минут сөйлегенде ренжіген жоқпыз ғой, тұрдық қой дедім. Былай істейік. Екеу тұрып алып театр ашты ғой мына жерде.
Стоматология деген театр. Бүгін ашылуы, бүгін жабылуы. Так, арман шықты, тағы достардың ішінен Шустрый, андай болады ғой андай. Қатыннан қорықпайтын, қорықса да білдіртпейтін біреу шақыршы. Шустрый, быстрый. Менің көршім бар мына жерде. Ғалымжан. Ғалымжан! Я сап, Билепші Ғалымжан! Zero, я сап, Zero. Я сам заморозил время твоего эфира. Я сап, Zero. Zero. Я сап, Zero. Я сам заморозил время твоего эфира. Да, это Марка так грубо шутит за телек. Рахмет. Извините, это после вакцины он такой. Нормально. Так, аға, сіз анжақ қарай тұра беріңіз, аға. Анжаққа кімнің бочка мен точка болып тұра тұрыңыздар пока. Тағы бір досың, Шустрый. Кім бар? Кеше, туысқан, кеш. Аяғым ауыр. Аяғым болмайды дейсің ба? Отыра бер, қатып жүрме, шашын тұқпады. Дос, коллективтерінен кім бар? Коллективтерде. Коллективтен менде анжақты мықты азаматтар отыр. Дархан, Темірлан деген. Маған бар ғой, мықты, сықты емес. Простой керек. Онда Дархан. А? Дархан. Дархан, простой! Билеп шығады, Дархан, билеп шығады! Рахмет. Так. Дарханның машасы ма, медветі ма, қайсысы? Мәссаған. Келе бер, Дархан, келе бер. О, міне, арманның қасына тұршы. Ол жалғызсырап тұр просто. Рахмет. Жаным. Рахмет. Так. Жоқ, нормально. Енді өзі орнынан тұрады. Мен Серіктің тамағы салат үшін емес, Серіктің той үшін келдім. Ана сыртқа шығып кетіп жатқандар бар ғой. Сондайлар қан ішеді негізі. Шын бар ғой. Дастарханға отырдық па? Отыру керек қой до конца. Бата алғанша шықпау керек. Енді қатты қысылып жатса баруға болады еді. Бірақ бісміллә деп бастады ғой. Той, мына 350 адамға, мына өзі Таздың рестораны емес па негізі, иә? Иә. Риза болып кеткен да? Риза болып кеткен. Таз всегда риза жүреді өзі. Кім бар тағы? Андай, өзі шығатын бар ма Серік үшін? 40 жасына тойлауға келген. Мама, маэстро! Билеп шық! Билеп! Рахмет. Сосын андай тамақ жемейтіндер шықсыншы, бар ма? Рахмет. Ауылдағы бочкалар қайда кетті десем, бәрі сен тойыңда жүр ғой, құдай ау. Андай бар ма бір? Бүйтіп, мынандай анимешный болып жүрген кім бар? Маэстро, музыка, билеп шық, Мура! Биле! Опа! Рахмет. Қашан тоққа түстің сен, брат? Рахмет. Молодец. Онда олай істейміз. Міне красавчик. Атың кім? Сүлеймен. Кім? Сүлеймен. Сүлеймен емес, Сүлейман деп ай. Сүлейман аға. Сүлейман. Неше қатының ба? Қоя берші. Атың кім? Бақытжан, қайда жұмыс істейсің? Университетте. Не болып істейсің? Мұғалім. Мұғалімсің бе? Өте қуаныштымын. Қайда жұмыс істейсің? Айтпай қойыңызшы. Айт. Секрет. Кәсіп. Қақтан секіресің? Бизнесмен. Бизнесмен? Наскіз адасың ба? Бұлай тұрмын. Сіз? Алмас. Қайда жұмыс істейсің? Алматы су. Алматы су. Су іше бермеді сен, брадан. Зиян ғой. Есіміңіз? Дархан есімім. Қайда жұмыс істейсіз? Мен университетте. Мұғалім. Қайда жұмыс істейсіз? Университетте. Атыңыз кім? Дархан. Сабақ бересіздер, иә? Жоқ. Не істейсіз? Тамақ жейсіз бе, не істейсіз? Инженер. Инженер. Ассалаумалейкум аға. Бүгінгі кештегі самый көңілді қонақ мына кісі бір шапалақ салып жіберейікші. Рахмет. Есіміңіз? Ғалымжан. Кім? Ғалымжан. Даусыңа разговор жоқ екен, Ғалымжан. Қайда жұмыс істейсіз?
Басым жұмыс істемеймін. Әйелім жұмыс істейді. Он этот, на каком языке разговаривает сейчас? Нормально? Казахский? На Каскеленском. Арман, үнсіз қалған, сенсіз өткен өмірдің бәрі жалған. Арман, бағанағыдай өтірік театрдан басқа қандай жұмыс істейсің? Неге өтірік? Жоқ, қалжыңдаватырмын. Айта бер. Ата Қазақстан Республикасының КВН біз құрғанбыз бауырым кезінде. Атақ болғанда мен КВН-ге қатыспамын, просто қазір қандай жұмыс істейсіз? Ұлттық қауіпсіздік комитетінде істеймін. Қош? Иә. Неғып айтпайсың ба анам? Тезка, айтып қоймайсың ба ана жақтан сен ана бүйтеді. Есіміңіз кім? Сабыржан. Менің де атым Сабыржан. Экран жақындатшы. Ана, прямой эфир жақындатшы. Ағайын, Сабыржанның әдемісі жоқ негізі. Байқаған шығарсың да? Мен осы салада жүргенме 9 жыл болды ғой, 4 Сабыржан кездестірдім. 4-еуі де осындай, мұндай. Бір әдемі Сабыржан көрсем, сонымен фотоға түсем ба деп жүрмін негізі. Сіздің есіміңіз кім? Есіміңіз кім? Менің есім Нұркен, ұлым аты Сабыржан. Да? Аузына түкіріп жіберсеңіз осындай. Сен мен түкірігім қандай зияны бар екен білмейсің ғой. Рахмет. Мен өткенде бір балаға түкіріп саталып кеттесің. Так, былай істейік. Секе сіз жабайын деп жұбайын қасында тұр. Сосын былай істеңдерші. Екеуің екі жаққа кетіп қала беріңдер, хорошо? Қолынан ұстап, жұбайыңның махаббат секілді. Махаббат сұндар ғой, екі қыз, екі ұл. Үлкен ұлың нешеде? 15-те. Сен нешедесің? 34-те. 34-те ана. 17-те кеттің ба? Нешеде? 19-да. 19-да сіз нешеде болдыңыз өзі? 25-те. 25. Бұлай істейміз, жігіттер. Бас жүлде Серіктің атынан шоқпар десің. Кешірім сұрайды. Қалжыңдап атым. О шоқпарды бермейді ал. Шоқпар емес. Бас жүлдеге 20 000 теңге. Генеральный спонсор Серік берші. Рахмет. Ау. Айнаден всегда отвечает. Таиланд, ты тоже, дай мне 20 тысяч. Да, реально алып алайық бірінші қолға. 20 тысяч дайте. Ана кассаны алып ал, бұғайт етіп отыр ғой екеуі. Рахмет. Смотри. Айна, сколько лет мужа? Сегодня? 40. Тогда давай еще 20 тысяч. 20. Что, жалко что ли? 4 зуба. Рахмет. Все, нормально. 60 000 тенге. 4 зуба, 1 пломба. Да, 1 пломба 20 тысяч, анау-мынаумен тазалағанымен общем. 60 000 тенге, шапалақ бар ма? Жігіттер, 3 музыка қоям. Еркекше ойын болады мұнда. Бас жүлдеге суперприз однокомнатный квартира с хозяином. Либо 15 күнге путевка берейік. 40-қа күнге толып атқан жоқсың, берейік. Береміз ба? Қайда, Қаскелеңге берейік. Станция Шамалғанға берейік. О жақ дамыту керек бұл. Осындай азаматтармен. Так, түсінікті ғой да? Бас жүлде Шамалғанға 15 күнге путевка. Әңгімен қысқасы былай. 3 музыка болады. Бірінші қара жорға, черный лошадь, екінші лезгинка, үшіншін өзім айтам. Бірінші бастайтын мұғалима. Қалғамыз қол соғып отырайық. Қара жорға. Начинай. Ұстаздар қайда, ұстаздар? Эй, молодец!
жалғастыратын бизнесмен Сұлтан Сүлейман. Рахмет. Басқа өлең жоқ па? Қамын түшпей билеш. Давай. Қара жорға, шапалақ. Қыздың сәні келеме, осың барлық елеме, қантарасын денеге, қара жорға болмаса, тойдың сәні келеме. Рахмет. Құдай кешірсін бейінді. Жалғастырамыз. Стоп. Ең қайда Ақбозат. Ең қайда Ақбозат. Митя, Серік, Сикош. Проблеманы ұмықтатыш, бір минутқа. Жібермеш, бір-бірін жібермеңдеш. Жіберсең анжақ кетіп қалады, жіберсең ішіп қоймас, ондай қошым. Жібермеңдеш, бір-бірлеріңді. Әрі қарай! Мұғалим, шапалақ соғамыз, кеттік ал. Қара жорға Папа! бидің сәні келеме, қос етіп көйлек кимесе, қыздың сәні келеме, осың барлық елеме. Қапшағайдың суына түсіп атқан сияқты. Ladies and gentlemen, сіздердің алдарыңызда қарға қарған көзін шықмайды дейді. Менің семірген кезім, қабыл алыңыздар. Қарға болмаса, тойдың сәні келеме. Қара жорға ойнаңдар, қой десе де қоймаңдар. Поддержка! Қос жүректің шаттығын дәл осылай тойлаңдар. Рахмет. Шындығыз. Рахмет. Екеуің күшті билеп атсыңдар, ден ноч тұсап. Әрі қарай, братан, мен! Қой десе де қоймаңдар, қос жүректің Айқай шу! дәл осылай тойлаңдар. Келе бермес Ұстаздар! бұндай шаттық күн қайда, ойнаңыздар жамаға, билеңіздер Рахмет. Рзауытына братанға бар ғой. Зес бүкіліп атқанға рзауыт менді. Бүкіліп, қайттан орнынан тұрып атқанға рзам болады. Бүкіліп, андай денемен отырып тұру, ты чё, ё-моё. Бүкіл әлемді қопарғанмен тең ғой. Көрші! Поддержка! Міне, осылай! Шапанша тоқтама, маңдайыңнан тұнық тер. Дейді қыздар братыр, сауық сайрап братыр. Жауласын бір от сезер, жүректерді сұратыр. Рахмет. Міне, көрдің ба? Қатының жұмыс істетіп қойып, үйде жатсаң осылай билейсің. Басқа не істейді ол? Жұмыс жоқ. Тик-ток қарап жататын жақты ғой, братан. Әрі қарай, арман, братан! Друзья, поддержка! Поддержка! Стоп! Братан, рахмет. Болды, Арман. Атыңыз кім, братан? Санат. Кім? Санат. Санат. Қайсысы мықты? Ғалымжан. Очки ауыстыру керек саған, братан. Саламатсыз ба? Кім мықты? Предпоследнюю. Жұма қабыл болсын. Бүгін жұма емес пе? Түш. Айт, қайсысы мықты? Қайсысы мықты? Бәрі мықты. Біреуін айт. Көршім мықты. Көрші мықты. Сіз қалай ойлайсыз? Көрші, ақсүт, тәңірі. Қатыннан қорқам десе болшы. Сондай әңгіме бола ма? Көршім ақ сүт берген дей ма бір бәледен? Ақ сүт берген көршісіне шапалақ соқпайық, ағайындар. Рахмет. Так. Екінші би. Кім қайда анау? Чаулиси қайда? Кетіп қалды ма? Жарайды, кете берсін. Сондай даканса бармайтындар жолдан кетіп қалады өзі. Сәлеметсіздер ма? Ассалаумалейкум. Біз ерте бастап қойдық, кешіресіздер.
Рахмет. Айнаның өзі игра калмари болып жүр ғой қазір. Екінші биіміз лезгинка, бастайтын шабалақтарыңызбен Арман братан! Поддержка, достар, поддержка! Арман братан! Айқай шу қайда! Міне осылай билейік! Рахмет! 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 Айырылды ма? Рахмет! Досының тойында айырылмағанда қайда айырыласың? Рахмет! Қатты күле берме сенде. Қайта оңқы тізесінен кетті. Арттан кеткенде көретінен қызықты. Стоп! Ала, жігіттер тобы шығып кетсін. Аман есен барып беңдер. Ассаламайкум, көкелер. Қандай автобус күтіп тұрсыздар? Кеттік, лезгинка, шабала соғамыз. Лезгинка, мұғалімдер қайда? Опа! Нормально. Нормально. Келесі ауызын жауып бейді. Чоп черный, братан, кеттік ал, лезгинка! Рахмет. Ой, жануар, тұмар! Әй, жануар, адамды жылатасың ғой, жануар! Рахмет. Сіз бақарға барып билей берсеңші. Әрі қарай, көрші братан! Көрші братан! Айқай шу қайда! Міне! Өзім білмеймін, түрі мықты білем. Мұғалім! Рахмет. Рахмет. Сабағыңды берсей барып, не аласың? Рахмет. Екінші мұғалім, лезгинка! О! Эй! Айқай шу қайда! Міне, іріктеліп, біреу қашып кетті, біреу айырылып кетті, біреу өйтіп кетті. Өйтіп, төртеуі қалды. Осы төртеуіні достойны шабалақ соғай! Рахмет, бауырым, сен мына тойға дым қатысың жоқ қой, дұрыс па? Айтшы. Құдайдан кейін сен көріп тұрсың мына жерде. Төртеуінің қайсысы мықты? Көрші мықты. Көке, ассаламу алейкум, көке. Көке, ақсақалдығыңызды беріңіз, төртеуінің қайсысы мықты? Дархан. Дархан деген кім? Дархан деген екеу, там екі Дархан. Біреу айтады, Абу-Даби, біреу Байтерек. Қайсы? Нархоздың Дарханы. Наркоз алып жүрген қайсың? Сіз ба? Төртеуіңіз ортаға келіңіздерші. Қадірлі ағайын, Серіктің тойындағы... Айна, сосын шесін. Ассаламайкум, аман есен барып келіңіз, аға. Аға, қазір сізге фен берем, аға. Мына төрт жігіт ортаға қарай келіңіздер. Төртеуі 60.000 теңгенің. Жігіттер еркекші, біреуге 10.000, 20.000 бермеймін. Біреу ғана алады 60.000 теңгені. Соңғы би финал бастайтын. Кеш, сізден артығы жоқ өз негіз. Сізден арығы да жоқ, артығы да жоқ мұнда. Бұлай қараймыз. Соңғы би марқұм Майкл Джексонның биі. Қара, Ремен, сіз ауырсам ауырам деп айтсаңшы, ақша жинайық бүгін. Ременнен ұстаймыз. Ременнен. Алға,
Рахмет. Әйелің бар ма мында? Ау. Әйелің бар ма? Бар. Қайсы әйелі? Сіз ба? Таған бірдеңе жетіспей жүрген сияқты очада. Қалай биледі мұғалім? Рахмет. Ағам тез оралды ғой. Майкл Джексон. Ремен бар ма өзі? Ременнен қай жеріне ұстады? Ременнен. Сен маған қарап бүйтпей қойшы, жарай ма? Мен еркекпін ғой, айшын көрсетіп беріп аттым. Бұлай қарай билей бер. Нормально. Пока мұғалім бірінші орында келе жатсын, шапалақ соғып жүрейік. Рахмет. Арман құсап, сізді де жоғалтып алмайық. Алдыңызды ашыңыз. Осы сіздерді мен естуімше көлекке үтік баспайды дейді ғой да сіздерді. Өздері киіп кетеді дейді ғой. Анау, киет, сосын өз үтік басылып кетеді да просто. Үтік не нуждающий брат, дамы и господа. Аға, дым қиын емес. Ременнен ұстамай қой, қарныңды алда, лақтырсай алдыға бітті ғой. Айқайшы, о, міне! Еще! Саған! Әше, молодец. Соңғы бәрін күтіп отырсыңдар ғой, да? Көрші. Келіңіз орнан. Көрші. Майкл Джексон, айқай шу қайда? Все. Ахмед. Как зовут? Денис. Стань. Кем будешь? Коллега. Где работаешь? Хос. Нархоз. Что там делаешь? Работаю. Что за работа? Работаю. Прекрасно. Ты русский? Я. Рунгам. Знаешь, казаки говорит, 40-тың бірі қыдыр. 40 плюс 1. Вот это 4 вышел же. Кто лучше? Қайсысы мықты? Төртінші. Кім? Төртінші. Төртінші деген, кім? Көрші ма? Я. Өз екі ақ сөз білесің ғой дейме? Төртінші я. Отыра бер, нормально. Жоқ, қалжыңдап отыр, білем, не болды, сонша ұрсып мен. Адам нервісіне, не пе, қазақша бе, деп отыр. Рахмет. Так, мына жақта жаңа бір кісі, апамды іздеп жүрмін ғой мен. Апау, сәлематсыздар ма? Қалаларыңыз қалай, апа? Денсаулығыңыз қалай, апа? Амансыз ба? Қайсысы мықты? Төртеуін. Бақытжан, мен таныдыңыз ба, апа? Танимын. Жаным апам. Апам келін болып түскенде бетін ашқан. 4 жігіттің қайсысы мықты шапалақпен көреміз. Бірінші, кәдімгі шынайы айқайлап, шулап, мынау көршім, анау коллективтеу жоғынан достойны орнымыздан тұрып кетіп шапалақ соқсаңыздар, 60.000 теңгені сол жігітке берем. Бірінші, мұғалім. Стоп! Черный братан! Рахмет. Еще мұғалім. Инженер. Рахмет. Және көрші. Без музыка. Төртеуің келіңіздерші бері қарай.
Төртеуіңнен мықтысыздар. Нағыз дос деген осындай болады, Сәке. Сенің тамағың, сенің салатың, сенің астыңдағы тағың, қораңдағы малың, басыңдағы бағың үшін емес, кеудеңдегі жаның үшін келіп тұрған төрт жігітке достойно шапалақ соғыңыздар. Бір досым бар жан бауырым бала кезден. Рахмет. Так, төртеуіңізге 60.000 теңге берем деп айттым ғой. Мен негізі көп өтірік айтатын тамадам. Сондықтан төртеуіңізге бірдей сыйлық. Мынау женский ма, мужской ма? Ештеңе етпейді. Әйелдеріңізге алып барасыздар. Мынау сізге. Мынау сізге. Бұрадан. Мұғалима. Мынау сізге. Бүгінгі 60.000 теңгенің жеңімпазы көрші. Стоп. Ау. Аласыз ба? Той иелеріне берейік. Ау. Той иелеріне берейік. Сіз қалай ойлайсыз? Дұрыс, той иелеріне беру. Сіз ше? Обязательно. Қалай ойлайсыз? Серік досымға. Жоқ, мұғалімнің айлығы аз ғой. Сен стоматолог болсаң түсінетін едім. Сондықтан достойына 60.000 теңгені алда, өз қолымен Серікке бер. Ау, Айна қарындасымға берейін. Серікке бер, ол да бір ақша ұстасын да өмірінде. Бер Серікке. Серік, өзің туған күніңге берген ақшаңды өзің алмайтын шығарсың. Өзің алмайтын шығарсың. Мынау пәтер естап тұр ғой, ақша ұстамаған ғой деймін өмірде. Мынау 20.000 теңгелік, көрдің ғой? Мынау 10.000 теңгелік деп аталады. Сөйтсеш. Жадный болма, жадный болма. Жадный болма, екі-ақ қалта өзі. Қалған алмайды жігіттер. Артымда нең бар, артымда нең бар. Рахмет. Жоқ, бәрі қалжың ағайым. Мынау 60.000 теңгені мен алып кеткен ұят болар. Сондықтан Айна, бәрі әзіл үшін ғой. Бәрі ойын күлкі үшін. Ақшада шықпай қалуға тәңір. Аяғыма тығыз жібердім. Сондықтан мына 60.000 теңгені атаңет. Қолыңа түскесін, бауыр басып қалады кесін. Мен осы 60.000 теңгенің 20.000 теңгесін Арманға берейін, бір шалбар алсын. Айқай шу қайда? Гулять с тобой. Дұрыс па? Пупсик, мой сладкий пупсик, я на край света. Рахмет. 20.000 теңге кетті. Мынау тұрған 40.000 теңгені, 20.000 теңгені бас жүлде қылып, біз көршіге берейік. Шапалақ соғайық ағайындар. Ала беріңіз. 10.000 теңгені мұғалімге берейік. Мұғалімге. Және айырып бершінен 5.000-нан. 5.000-нан айырш. Айырып беріндеш 5.000-нан. Екі жігіт құр кетпесін. Айырып берш бауырым. Мұғалімде қоясын, ақшан көп қой сенің құрсын. Рахмет. Бірдеңе алып жүрген жоқсың ба оқушылардан? 5.000 теңге братқа, 5.000 теңге братқа шапалақ соғамыз ағайындар, молодцы. Рахмет. Стоп, стоп. Ау аға. От души. Саған. Маған ба? Айналайын ағам понятияңнан. Аға понятияң 1000 жасасын. Аға, сол понятияңнан мына үшеуіне бөліп берсей. Ал. Қызға бір подарок. Қызға екеуін ал, біреудің подароксын айын ба таңат. Ал, фенмен қосып алып кет. Ал, мынаны берейші, братан. Қалай, нормальный ма? 5.000 теңге. Мынау өз 3,5 тұрады ғой, братан. Рахмет. Әңгіме ақша демес, жігіттер, бара өріндер. Рахмет. Со байып кет, со 10.000 теңгемен. Рахмет. Рахмет. Байып кетіндер со.
иә әңгіме ақшада емес құтты болсын мен арманнан алмайым арман и так бермейді ол ағайын кеш Секе екі ұлыңның екі қызыңның рахатын көр мынау бүгінгі жиналған ағайын туыстың бәрі сіздің абыройыңыз шын мәнісінде Секеңнің абыройы мықты Алла тіл көзден сақтасын осы Секеңе айнаға екі қолды көтерейікші бәрі екі қолды көтереміз Әшкәрі сіздердің құрметтеріңізге және айнаның басынан айна кеш қасына рахмет кеш мен қасыма кеш и так жүрсің ғой күйеуің қасында екі қолды көтереміз и